Сәлем достар, сіздермен өте дәмді әрі тез жасалатын пиццаның рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ең алдымен жылы сүтімізге комнатный температурадағы майымызды қосамыз. Тұз, қант 2 қасық дрожжімізді қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша барлық ингредиенттерді араластырып аламыз. Бұл жерде бізде ұзақ уақыт қойып, ашытып қоюдың қажеті жоқ. Бірден қамырды дайындап, бірден жайып істей беруге болады. Онымызды салып, өте жұмсақ қамыр елейміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болады. Бұл жерде біз оқтауды пайдаланбаймыз. Жайған кезде тек қолмен жаямыз. Міне қамырымыз дайын. Осы қамырды мен 3 бөлікке бөліп дайындадым. Сіздер 2 бөлікке бөліп үлкен пицца істесеңіздер де болады. Мен салмасын дайындап алғанша қамырымның бетін жауып 10-15 минутқа қойып қойдым. Салмасына үйде бар затты қолдана берсеңіздер болады. Мен колбаса, помидорды қолдандым. Соусқа 1 қасық томат және де кетчуп. Бізде кетчуп пен томаттың консистенциясы бірдей болу керек. 1 қасық томат салсаңыз, 1 қасық кетчуп салыңыз. Және де үстіне орегано септім. Орегано бізде пиццаның дәмін өте әдемі келтіреді. Және де пиццаңыз ащы болсын десеңіздер, чили перецін, паприка, кез келген ащы затты қоссаңыздар болады. Осы соусына қамырды жайған кезде бірінші шетіне бортик жасап алдым. Бортик жасасаңыздар, қамырыңыз қатты болып қалмайды. Өйткені бізде пеш шетінен бастап пісіргендіктен шеті жұмсақ болып тұрады. Қамырымызды тез-тез жайып алдым қолмен. Үстін вилкамен тескілеп шықтым. Өйткені қамырымыз көтеріліп кетуі мүмкін. Соусымызды біркелкі жағамыз. Соусты бортиктан асырмаймыз. Өйткені бортиктан шығып кетсе, ол қап-қара болып әдемі болып көрінбейді. Бетіне сырымды септім. Сыр менде Гомо Country. Сіздер кез келген сырды қолдансаңыздар болады. Помидор және колбасамды салып, 180 градуста 10-15 минут пісіріп алдым. Ұзақ ұстаудың қажеті жоқ. Пиццаны қып-қызыл қылып пісірудің де қажеті жоқ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі оңай тез жасалынатын пицца ас болсын.